Барлықтарыңа қайырлы күн. Біз өткен сабақта геометриялық ықтималдық тақырыбын ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі шығаратын есебіміз бұл b деңгейлі есептер. 32-де 9-шы есеп. Ұзындығы 12 см АБ кесіндісінен кездейсоқ с нүктесі алынды. АС кесіндісінен салынған шашының ауданы 30 см квадрат пен 81 см квадрат аралығында болуының ықтималдығын табыңдар. Яғни бұл есепті шығару үшін P тең n-нан m деген формуланы қолданатын боламыз. Бұнда талдап өтейік, АБ деген кесінді, яғни ортасынан с нүктесі алынды, пайда болған АС кесіндісі арқылы бізде шаршының суреті салынған болатын. Енді пайда болған шаршының ауданын табу үшін біз 36 см квадрат пен 81 см квадрат, яғни ол қандай ұзындықтағы шаршының қабырғалары екен табу керек. Яғни бұл 6 мен 9 аралығында болады, өйткені шаршының ауданы ол А квадрат. Сол арқылы қабырғасын табамыз. Сонда 9 пен 6 екеуінің арасындағы табу үшін 9-ын 6-дан азайтамыз 3. Яғни P тең болады 12-ден 3. Бұндағы 12 деген жалпы мәні ұзындығы, ал 3 деген ол пайда болған ұзындығының саны. Тең болады 4-тен 1-ге. Келесі 32-де 10-шы есеп. 1 мен 10 кесіндісінен сан кездейсоқ таңдалады. Осы сан x квадрат минус 5x плюс 6 кіші 0-ден теңсіздігінің шешім болуының ықтималдығын табыңдар. Біз бұл есепті шығару үшін бірінші дискриминант арқылы оның екі түбірін тауып аламыз. Бізде пайда болған дискриминант мәні 1-ге тең болды, ол 0-ден үлкен, яғни екі түбір бар. Бұнда x1-іміз 2-ге, x2 3-ге тең болды. Яғни 2 мен 3 аралығындағы мәнді қабылдайды. Оның ортасына бір ғана мәнді ала аламыз 3-тен 2-ні азайтқан кезде. Яғни P тең болады 10-нан 1, ол болады 0,10-нан 1-ге. Келесі екінші есебін талдап көрейік. Тура сол сұрақ, бірақ та бұна теңсіздік басқа. X квадрат минус 5x минус 6 кіші немесе тең 0-ден. Бұнда дискриминанттың мәні 49-ға тең, 49-да 0-ден үлкен, яғни екі түбірі болады. x1 бізде минус 1-ге, x2-міз 6-ға тең болды. Яғни бізде қабылдайтын мәндеріміз минус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бізге керек мән ол 0-ден үлкен, яғни 1 мен 10 аралығында. 1 ішіне кіргендіктен 1-ден 6-ға дейін бізде барлығы 6 сан қабылдай аламыз. 10-нан 6 бұл тең болады қысқару арқылы 5-тен 3-ге. Келесі 32-де 11-ші есеп. Қабырғасының ұзындығы 1 см шашыда А нүктесі белгіленген. А нүктесінің шашының қабырғасына дейін арақашықтық 3-тен 1-ден артық болуының ықтималдығын табыңдар. Яғни бұнда бізде n-іміз 1-ге тең болады, ал m 3-тен 1-ге тең болады. P тең болады 3-тен 1 бөлінген 1, яғни бұның мәні 3-тен 1-ге тең болады. Келесі тура осы есеп, бірақ бұнда сұрағында өзгешелік, бұнда 3-тен 1-ден артық болмауының ықтималдығын табу керек. Бұнда да n 1-ге тең болады, ал m 3-тен 1 бол табу үшін біз болмау деген кері амал. Яғни жаңа шыққан ықтималдыққа кері мәні бұл 1-ден азайтқан кезде шығады. 1-ден азайтамыз 3-тен 1 бөлінген 1-ді, бұл тең болады 1 азайтылған 3-тен 1. Ол яғни ортақ бөлімге келтіріп 1-біріне азайтқан кезде мәні 3-тен 2-ге тең болады. Келесі 32-де 11. Қабырғасының ұзындығы 1 см шашыда А нүктесі белгіленген. А нүктесінен шашының көрсетілген төбесіне дейінгі арақашықтық 4-тен 1-ден артық болуының ықтималдығын табыңдар. Яғни n тең 1-ге, m тең 4-тен 1-ге. Бұндағы алдағы есептер сияқты формулаға қойып шығарамыз. P тең болады 4-тен 1 бөлінген 1, яғни бұның мәні 4-тен 1-ге тең болады екен. Келесі қарастыратын соңғы есебіміз координаталық жазықта радиустары 5 см және 10 см болатын центрі ортақ екі шеңбер салынған, үлкен дөңгелектен кездейсоқ алынған нүктенің екі шеңбердің қиылысуынан пайда болған сақинаға тиісті болуының ықтималдығын табыңдар. Яғни бізде екі шеңбер берілген, екі шеңберге белгіленген нүктені табу үшін алдымен екі шеңбердің ауданын табу керек. Шеңбердің ауданын біз s тең болады πr квадратпен табамыз. Бұндағы s тең болады. Бірінші кішкентай шеңберіміздің радиусы 5-ті қоямыз, сонда 25 π-ге тең болады. Келесі екінші шеңбердігіне қоямыз. Бұнда s тең болады π көбейтілген 10 квадрат тең 100 π-ге. Яғни бұнда қандай сұрақ? Үлкен дөңгелектен кездейсоқ алынған нүктенің екі шеңбердің қиылысуынан. Яғни қиылысу кезінде пайда болған оның ауданын табу үшін
біз 100-ден 25 азайтамыз, бұл 75-ке тең болады. Келесі ықтималдықтың формуласына қоя саламыз. 100-ден 75 пи, сонда пилер бір-бірімен қысқарады. 100 мен 75-тің 25-ке ортақ көбейткіші бар, оларды қысқартамыз. Сонда өрнегіміздің мәні ықтималдығымыз 4-тен 3-ке тең болады екен. Егер де біздің талдаған есептеріміз түсінікті болса, арнамызға жазылып, келесі видеода кездескенше сау болыңдар.